Музон телеарнасының 5-ші Евразиялық музыкалық марапаты жақындап қалды. Бір-екі айдан кейін бүкіл ел демін ішіне жасырып орталық Азияның ең жарқын, ең ауқымды, ең жұлдызды музыкалық шарасы EMA 2016 марапаттау салтанатын тамашалайтын болады. Қазақстанның үздік әртістері шығармашылық сайыста үлкен атақ пен көптен күткен марапат үшін бақ сынаспақ. Ал бүгін шараның қалай басталғанын еске түсіріп көрейік. EMA марапаты 2012 жылы бастау алды. Сол кезде 5000-нан астам адам айтулы шараның куәсі болды. Салтанатты жүргізу мәртебесі Мақпал Исабекова мен Нұртас Адамбаевқа бұйырған еді. Спорт сарайының төрінде ең үздік орындаушылар атағына Дилназ Ахмадиева мен Айқын ие болды. Кешью, Ринго, Skills топтары шығармашылықтағы еңбегі бағаланған бақытты жандардың қатарынан табылды. Абдулкарим көрермен көзайымы сыйлығын иеленді. Ал Али Оқаповты EMA 2012 марапаты сыйлықтың астында қалдырған болатын. Жұлдыз өзінің шығармашылықтағы алғашқы жылында жыл жаңалығы және ең үздік ән сияқты бірден екі жеңісті жұлып әкетті. Награждается Али Оқапов с песней «Арманға». Али Оқапов! Будет банально сказать, что не ожидал, но это правда. Честно, уже сидел спокойно, отпел, сидел, разговаривал с мамой, уже строили планы на вечер, что там у нас с жареной картошкой. И тут как-то даже мимолетом просто посмотрели на экран. Лучшая песня и снова Али Оқапов. Спасибо большое вам всем, друзья. Музыкаға деген адалдығы үшін атты арнайы марапат Батырхан Шүкеновке ұсынылды. Ал Город 312 тобы Евразияның үздік әртісі атанды. Алғашқы EMA марапатының хедлайнері ретінде әйгілі Дан Балан өнер көрсетті. EMA 2013 марапаты қала күніне орай ұйымдастырылған еді. Марапаттау салтанаты Алматының орталық стадионында өтті. Музыкалық шараны 20 000 адам сахнадағы көріністерден көз алмай тамсана тамашалаған болатын. Инновациялық жарық шоу, қайталанбас музыкалық көркемдеу, таңғажайып сценография, осының бәрі әйгілі әртістермен бірге шара қонақтарына ұмытылмас әсер қалдырғаны рас. Сонымен 2013 жылы Анель Аринова жаңа тыныс атағын жеңіп алса, Али Оқапов жылдың үздік орындаушысы деген марапатты иеленді. Аталмыш сыйлықты қыздар арасынан Луина еншіледі. Ринго, Музар, Кешью топтары да елеусіз қалмады. Айқын EMA 2013 марапатын жүргізіп қана қоймай, Аль-Насырмен бірге жаздырған Асылым атты композициясымен жыл дуэті атағын қанжығалаған болатын. Махаббат жайындағы үздік ән категориясындағы жеңіс Мистерионс тобына бұйырды. FM, Амуаш топтарымен бірге Жанар Дуғалова сияқты жұлдыздар ерекше өнер көрсетіп, ел классына бөленген еді. Ал марапаттың хедлайнері Нюша 1 сағаттық таңғажайып шоуын ұсынды. EMA 2014 марапаты да өте әсерлі өткен болатын. Шоу арнайы жайылған қызыл кілемнен басталды. Оның үстімен музыкалық индустрияның бетке ұстарлары мен шоу-бизнес өкілдері жүріп өтті. Олардың кейбірі EMA шарасына әріптестерін қолдап келсе, енді біреулері арнайы сыйлықтан дәмелі болды. Салтанатты шараны Алтын Girls тобы ашты. Артынша Алдавай, Домино, Серик Ибрагимов, Айқын сияқты жұлдыздар кеш қонақтарының көңілін көтерсе, Five Star Family музыканттары өздерінің қайталанбас шоумен сол марапаттың нүктесін қойған еді. Который так не нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
2014 жылы жыл орындаушысы атағына Қайрат Нұртас лайықты деп танылды. Осы категорияда миллиондардың сүйікті жұлдызы Әли Оқапов Айқын сияқты әншілердің алдын орап кетті. Екінші жыл қатарынан үздік әнші атағын Луина жеңіп алды. Осы кеште Серік Ибрагимовтың да жұлдызы жанып, жас әртіс жаңа тыныс номинациясын жұлып әкеткен болатын. Үздік ерлер коллективі сыйлығын Орда тобына бұйырды. Қыздар тобына келер болсақ, бұл жерде өнер иелерінің талайы армандаған мүсінді Город А тобы алған еді. Үздік клип категориясында жас орындаушы Калияның видеосы жеңіске жетті. Жыл ұжымы деген айтулы номинация Домино тобына ұсынылды. EMA 2014 шарасында украиналық сұлу Ани Лоры қонақ болып қайтқан еді. Ал марапаттың сол жылғы хедлайнері Евровидение 2012 байқауының жеңімпазы шведтік әйгілі орындаушы Ларин болды. Орталық Азияның ең әйгілі музыкалық шарасының тарихына көз жүгірте отырып, біз Музон телеарнасының 4-ші Евразиялық марапатына да келіп жеттік. EMA 2015. Былтырғы марапаттау салтанаты Сұңқар халықаралық шаңғы трамплинінде өтті. Шоуды Дилназ Ахмадиева, Мақпал Исабекова және Орыстар Әзіл Оспақ жобасының мүшелері жүргізді. Марапаттау салтанаты Айқын үшін естен кетпес әсер сыйлады. Ол 2015 жылы үздік орындаушы атағын иеленді. Әділқазылар Жанар Дуғалованы да ескерусіз қалдырмай әншіге жылдың үздік орындаушысы марапатын ұсынды. Кеш ютубының әншілері ең үздік ұжым деп танылса, білектілер арасынан Алдавай жігіттері үздік ерлер тобы марапатын жеңіп алды. Тынбай еңбек етіп шоу-бизнестен өз орнын ала білген Нури тобының жаңа тыныс номинациясында бақтары жанды. 2015 жылы Музон телеарнасы алғаш рет Батырхан Шүкенов атындағы марапат деген арнайы сыйлықты енгізген болатын. Оған Чик Флик тобы лайықты деп танылды. Үздік концерттік шоу атағын жеңіп алған еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллинге стадионның соңғы қатарына отырып алғандықтан сахнаға көрермендер арасынан жеңіл атлет сияқты жүгіріп шығуға тура келді. Закир мен Альмира көрермен көзайымы атағын иемденді. Жаяу атты әннің арқасында үздік ән үшін берілетін мүсінді Серік Ибрагимов алды. Шетелдік орындаушылар да құралақан қалмады. Студио тобы Евразия әртісі марапатына ие болған еді. Ресей эстрадасының жас өнерпазы Эльвира Т. Евразия жаңалығы атағын иемденді. Ал Серебро тобы EMA 2015 марапатының арнайы шақырылған қонақтары ретінде өнер көрсетті. Өткен жылдар осындай супер шоулармен есте қалған болатын. Осы жылдан не күтуге болады деген сұрақ қоюларыңыз мүмкін. 5-ші Евразиялық марапат одан да қызықты болатынына уәде береміз. Ең үздік музыкалық арнадан марапаттың жаңалықтары мен күнделіктерін жіберіп алмаңыздар.